Бәріңізге қайырлы күн қыздар. Бүгін асқабақтан ораманнан жасаймыз. Каналға тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Ендеше біз жасауды бастаймыз. Ыдысымызға салқын су құйып, үстіне 1 шай қасық тұз саламыз. 1 дана жұмыртқамыз салып, тұзымыз ерігенше барлығын жақсылап араластырамыз. Алдын ала електен өткен ұнымызды аз-аздан қосып отырып, бірінші қоюланғанша сұйық кезінде осылай қасықпен араластырып аламыз. Ұнымызды 3-4 бөлікке қосып отырып, қамыр илейтін боламыз. Басында біздің қамырымыз қаттылау болып келеді. Тындырып қойғаннан кейін жұмсарады. Ұнымыздың тығыздығына байланысты 600 немесе 650 грамм ұн қосамыз. Бірінші 600 грамм қосып көріңіздер. Жұмсақтау өте жұмсақ болса, кішкене тағы да ұн қоссаңыздар болады. Қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 20 минутқа 25 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін біз салмамыз дайындап аламыз. 400 грамм асқабағымызды алдын ала тазалап аламыз. Үккіштің көмегіменен осы үлкен жағыменен барлығын жақсылап үккіштен өткізіп аламыз. Үлкендеу табаққа салып, барлық қоспамызды біріктіреміз. Бізге 2 дана орташа осындай пияз қажет болады. Асқабақтың үстіне салып, енді картонымызды осылай турап аламыз барлығын. Туралған картонымызды қоспамыздың ішіне барлығын саламыз. Кішкене майлы болу үшін 3 ас қасық сұйық май құямыз. Құйрық майы болса, құйрық майды да турап қосып жіберсеңіздер болады. Дәміне қарай тұз саламыз және қара бұрышты саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біркелкі болып араластырғаннан кейін енді жаңа илеп қойған нанымызды жаямыз. Жұмсарып тұрған қамырымызды теңде 2 бөлікке бөлеміз. Яғни бізде 2 зуала шығады. Қамырымыз оңай әрі тез жайылу үшін осылай үстінен басып кішкене жайып аламыз, ұн сеуіп отырамыз. Біздің қамырымыз жабыспай өте әдемі болып, тегіс болып жайылатын болады. Қамырымыз жыртылып кетпейтіндей жұқа да болмау керек, әрі қалың да болмау керек. Дайын болған қамырымызды енді ішіне сұйық май құямыз. Барлығын жеткілікті қылып жайып шығамыз. Қолымызбен жайсақ та болады. Салмамызды теңде 2 бөлікке бөліп, қамырымыздың ортасына осылай барлығын салып шығамыз. Бірінші барлығын осылай жететіндей етіп, теңде бөлікке бөліп жайып шығамыз. Барынша осылай жіңішкелеу қылып орағанымыз дұрыс, себебі қазір піскен кезде барлығы жайылып кететін болады. Жұмыртқа қосылғандықтан біздің қамырымыз жыртылмайтын, тегіс болып жайылатын қамыр шығады. Енді табамызды осылай майладық, астына май жақтық. Енді осылай үстіне де май жақсақ, өте нәзік болып, дәмді болып пісетін болады. Алдын ала қайнап тұрған суда 40-45 минут пісіріп алатын боламыз. Біздің ораман нанымыз дайын болды қыздар. Міне асқабақпен жасалынған, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, жыртылмайды. Сонымен қатар қыздар, менің осы бейнемнің астында басқа да тәтті түрлері, тағам түрлері бар. Етсіз жасалынған тағам түрлері бар менің каналымда. Қарап жасап көрсеңіздер болады. Және пирогтарменен, тәттілермен де рецептісін және салаттардың да рецептісімен бөлістім. Менің каналыма тіркелуді